бағана 90 жылдарды айттыңыз ғой. 90 жылдар, жалпы 90 жылдар көшіп келдіңіз, иә, сіз? 91. 91? 91. Деп па? 91 жылы көшіп келдіңіз. Тәуелсіздік алғаннан кейін, не? Иә, 7 ай ма, 8 айдың. Назарбаев жарлық шығарды ғой, иә, неге байланысты? Көшіруге байланысты. Иә, сол бірінші көші-қон департаменті сол іс жүзіне асты. Дереу сол менің марқұм атам барлығымыз жинады да, сол Монғолияда. Елге қайтамыз деді. Ешкім ештеңе деген жоқ, барлығымыз сол бір айдың ішінде барлығын заттарды сатып көшіп келдік. Елге қайтамыз дегенде сіз мүлдем болмағансыз бұл жерде. Енді мен 9 жастағы баламын, бірақ есімде әрине барлығы сол. Монғолияда тудыңыз ғой сол? Иә, мен сонда Монғолияда тудым, бірақ Монғолияда жаңағы бүткіл ақпарат Қазақстанда не болып жатыр, оның барлығы бар. Білеміз. Енді бүткіл қазақта актуалдық тақырыптардың бірі ғой. Не болып жатыр, қандай тыныс болып жатыр деген сияқты әрине. Музыкадан бастап, ақпараттан бастап не болып жатыр. Бірақ екінші мәселең енді Монғолия СССР қалай айтамын, темір тор деп айтамыз ғой, железный занавес. Неге соның ішінде кірмеген негізінде ондай қатты болмаған. Сондықтан да кішкене біз жаңағы Сухбатыр деген басты жаңағы қалай айтамын, полководец деп айтамыз ғой, енді сол кісі ғой жаңағы коммунист бірінші моңғол. Сол кісі кішкене жұмсақ ұстады Монғолияны. Джинсы киюге болмайды дегендер болмады онда? Бізде джинсы, R&B, бүткіл музыка, бүткіл әлемге ашық болдық. Мысалға КСРО-да, бізде деп айтайын деп жатырмын ғой. КСРО-да ол кезде кез келген шет елдің заты қудаланады. Значит, инагент деген сияқты бір нелер болды. Былай иісі бар, бірақ енді біз енді есіміз бар ғой енді. Мен соңғы пионердің бірімін ғой, 80 жылдар біз. Пионер болып үлгердіңіз? Иә, енді ант бере жазадық қой. Дайындалып жаттық қой. Ленин біздің атамыз депті, енді саясында жатамыз деп. Сонда иә. Соны жаттатқызатын бізге. Иә, естідіңіз ғой. Беріп үлгермедіңіз қайта антты? Құдайға шүкір. Әлі ешқандай партияға ант берген жоқсыз ба? Жоқ. Менде бірақ партия бар, Қазақстан деген. Күшті. Ондай партия құрылып жүрмесін ертең, Қазақстан деген. Мен бірақ мүше болдым ғой. Экс мүшесімін ғой, Нұр Отан партиясының. Не? Студенттік кезінде мен депутат болып кете жаздадым ғой. Қалай болды солай? Сұныс түсті, қабылданды. Ол кезде әкім Бауыржан Байбек. Одан кейін есімді жинадым да, есім барда елімді табайын дедім де партиядан шықтым ғой. Өйткені праймериз басталды, білесің бе, саған хабарластым ғой. Осындай праймеризге қатысайын деп жатырмын, қатысқаным дұрыс па? Одан кейін менің атым жарияланды. Одан кейін өзім жоқ, мен қатыспаймын деп шештім. Құдайға шүкір деймін, мен де сіз сияқты. Қалай да болады ғой. Сол мүшелікке алған кезде, енді сен ол кезде енді атың бар адамсың ғой. Андай не болмады ма? Не болмады. Точно орын береміз маслихаттан. Уәделер болды ма? Жоқ, ондай уәде болмады. Маслихаттан мүше боласың, жоқ, есімде жоқ. Мен ол кезде мендегі бір жастық, бір амбиция болған сияқты, ой, депутат деген ол шынымен де көмектесе алады. Одан кейін біраз мағлұматтарды естігеннен кейін, депутаттың да депутаты болады дедім де, қой, мен әзірше қажет емес дедім ғой. Бүгін смс жүрді біреу. Сіз депутат болсаңыз, алда сайлау, мен сізге дауыс беремін. Алда сайлау бізде. Мәжілетардығы енді басталып тұр ғой, қайта. Енді ойланып көруге болады. Өзіңізді түсініп көру деген негізі жақсы ғой, иә? Ол бұрын болды ғой. Иә, басында 95-94 жылдары есімде мәжілетарлық болды. Ол жерде кәдімгідей адамдар қырылатын ғой. Иә, өз-өзіне айтып, мен мынаны істеймін, қызық кез болды. Ол дұрыс қой. Жоқ, негізі мажоритарлық алдында да, иә, осы сөз әрең айттым. Иә, меніңше, мысалы, халық депутатқа дауыс берген кезде кім екеніне дауыс берген дұрыс сияқты ғой. Мысалы, Ерболат Беделхан, мен дауыс беремін. Өйткені бізде партийный спискпен болатын еді ғой. Партияға дауыс бересің, партия өздері шешіп алады. Ішінен кімді таңдайтын. Ол жерде ертең мысалға, ол үшін оның алдында бірақ неше түрлі адамдар партияға бетіне үлгі ретінде қойып қояды ғой, мыналар бар бізде, мыналар бар деп. Мысалы, саған айтқан сияқты. Елдер ойлайды да ертең осылар болады екен деп. Негізі спискта мүлдем басқа адамдар болып шығады да, соңында дауысты жинап алады партияға, сосын өздері шешеді. Енді
политика Иә. енді ол оны барлық түсінікті ғой, енді кімде кім есі ақылы ой өрісі бар, ол не политикалық жүйе екені түсінікті. Иә. 5 жыл бойы жаңа мемлекетке қызмет ету мәселесі негізінде енді жаңа айтпақшы уәдесін беріп тұрып қана сол өзіңнің карьераңды жасайсың ғой жерде. Өйткені ол жерде бір мансаптық карьералық бір не ғой, баспалдақ қой. Бірінші мынаны істейсің, орындау керек, содан кейін сен ол уәдеңде тұрсаң, саған уәде береді, ертең андай боласың деген. Демек енді қазіргі таңда 30% болса да негізінде ол жақсы. Ол жақсы. Демек енді барлығымыз айтамыз, біреу былай қатты қарайды, мысалы неге 100% емес деп. Неге қазір? Негізінде мен өзім жаңағы баяу қадам басқан, қандай болмаса да негізінен біз ұлт ретінде, халық ретінде баяу тәжірибе арқылы өзімізді былай трансформацияға алып келу дұрыс деп санаймын. Күрт үзілді кесілді деп кейде көп адамдар жаңағы кішкене түсінбей қалады. Революционный жолда айтады ғой. Сондықтан да бұл жерде жаңағы баяу басқан жақсы, біз түсінеміз, біз сіңіре бастаймыз. Көптеген заттар енді білінген кезінде біз соны өзіміз ойлана бастаймыз. Біріншіден, менің ойымша, деп бастай салса, адам өзінің пікірін өзі іште қалыптастыру керек. Ең бір жаман дүние басқа бір адамдардың сөздеріне еріп кету, өз пікірсіз жаңағы кетіп қалу өте дұрыс емес. Сондықтан да бірінші өзің пікір қалыптастыру үшін сен баяу бір ақпараттарды белгілі мөлшерде қорытып үлгеруің керексің. Ал қорытпай жатып жаңағы біз бүйтеміз деген кезінде біздің Ерболат аға, мынандай біздің қоғам бар ғой, бір адамды күтіп отыратын сияқты, лидерді күтіп отырады. Өзіміз бұрыннан бір автократияға бір үйреніп қалған адам сияқтымыз негізі. Халықтың көпшілігі мен емес, мысалға біреу шықса екен, біреу айтса екен деген сияқты. Мен соған келсем. Мен соған келсем, мен соған даусымды беремін деп бір жауапкершілікті өзіне емес, мына адамға бір белгілі бір персонаға жүктеп қойып, бірақ кейін мысалға Қосанов жүктеп қойды да, бірақ Қосанов елдің ойлаған адамы болмай шықты да, алады да барлығын үзілді кесіп тастайды. Ол сатқын, лақтырып кетті, үйтті, бүйтті деген сияқты. Бірақ ол өзі ғой жауапкершілігін алып, соған дауыс берген. Мысалға, меніңше біздің қоғамның өзі мынау жауапкершілікті біреуге сілтеп қоюға дайын тұратын сияқты. Ойым, менің жеке өзімнің ойым былай, негізіндегі кішкене былай ар жағын қарайтын болсақ, әрине біз жаңағы осы Ресей империясына кірген кезінде біз әрине былай кішкене құлдық сана сезімге енді мәжбүр болдық, жанды сақтау үшін. Сондықтан да біз негізі сол ата-бабаның тұқымдарымыз негізінде, былай айтқан кезінде ше. Әлі бар дейсіз ғой. Әрине, ол ешқайда кеткен жоқ. Кете ме? Сен еркін болып өссең, бұл жаңа адамның ішкі күйі. Мысалы, мен айтып отырмын, мен жаңағы соңғы пионер болып кете жазған жігіттердің бірімін. Ол бар, ол ешқайда кетпейді. Біріншіден бұл. Ал екіншіден, тағы да жаңа айтқанда, пікір қалыптасып үйренген жоқпыз. Мысалы, жаңа сіз айтасыз, Қосанов дейсіз, басқа да біреулер. Енді адам егер ол құр сөзбен ғана айтатын болса, оның ісінде қандай болып отыр? Мысалы, бір адамға, бір іске, бір белгілі бір пікір қалыптастырамын десе, сен өзің зерттенесің ғой, ізденесің, түсінік қалыптастырасың. Мен оған дауыс берейін ба, бермеймін ба? Содан кейін отырып, ренжіп отыру, менің ойымша кішкене бұл дұрыс емес. Біріншіден, кішкене сен терең түс, оның қандай бағдарламасы бар, ол не айтып жатыр? Және де ол сондай адам лайық па? Айтқан сөзіне тұра ма? Көрдіңіз бе? Ал имидж деген не? Бренд деген не? Көрдіңіз бе? Сондықтан да белгілі бір брендті ол өзінің мерзімі болу керек. Бір жыл бірден кейін айтып, содан кейін арғатып басқа бір істеп жатқаннан кейін оған бұл негізінде қалай айтам былай, мүмкін қатты айтып қалармын, ақымақтық. Бұл күй тағы да, ақымақтық деген бұл күй. Мен адамға айтып жатқан жоқпын. Пікір қалыптастыру біздің ел үшін, біздің халық үшін өте маңызды. Алданып қалу бұл негізі сізден. Бұл сіздің күйіңіз. Және ол сіздің проблемаңыз деймізші. Ол проблема емес, бұл негізі ұлттық проблема. Себебі біз антиполитикалық мемлекетпіз біз. Көрдіңіз бе, біз антиполитикалық, біз политикаға дұрыс қарау керекпіз. Бұл біз жаңағы кофе ішеміз ба, чай ішеміз ба, күнделікті жаңағы журнал ашамыз ба, осының барлығын біз күнделікті жасауымыз керек. Сол кезде бұл біздің болмысымыз болып кетеді да. Содан кейін барып біз белгілі бір тәжірибе пайда болады. Политика деген не?
оның екінші жолы бар ма, үшінші жолы бар ма, ол кім айтып жатыр, қандай жүйе айтып жатыр, оның артында кім тұр. Сол кезде өзімізде пікір қалыптасады. Мысалы мен 30 жылдың ішінде бір адамға дауыс беріп көрген жоқпын. Мен расында. Соңғы сайлауға да бармадыңыз ба? Неге? Енді ашық айтам, белгілі мөлшерде көзбояушылық Бар. Әрине, мен айтпасам да барлықтарыңыз білесіздер ғой енді. Белгілі мөлшерде. Жоқ, бар болса да бар отырық деген сияқты ғой. Дәл сол, иә, көрдіңіз ба? Бұл өз-өзіңізді алдау деген сөз да. Мүмкін бұл алдау емес, бір жақсыға үміттену емес пе? Тамаша, жарайды. Сіз егер мысалы жақсылыққа егер ниеттенсеңіз, ол дұрыс, сіздің күйіңіз талда. Бірақ бұл сіздің ғана қолыңызда ма, әлде басқа біреудің қолында ма? Контрольді кім ұстай алады? Контроль менде емес. Демек сіз жауап бере аласыз ба ол біздің тіпті арманыңызға? Жауап, нәтиже жоқ қой жерде. Сол арқылы мен негізі қиын зат айтып отқан жоқпын ғой. Жоқ, қарапайым. Қарапайым заттармен ақ өзің пікіріңді өзің қалыптастыра аласың. 90 жылдарға қайтадан барайық та, сосын қайтайық бері қарай. 90 жылдар Монғолияға қайтып 30 жылдың ішінде бардыңыз ба? Жоқ. Әлі бармадыңыз ба? Туған жеріңіз ғой негізі. Негізі туған жерім. Барлығы қатты ренжиді негізінде. Көп адамдар айтады, елге неге оралмайсың, бір рет болсын неге бармайсың. Қалай айтамын? Ол жақта әлі қазақтар бар ғой. Әрине. Көп. Сіз Баян-Өлгейде туған жоқсыз ба? Тудым, иә, Баян-Өлгейде менің туған жерім. Талай рет тіпті жай ғана бармай, концертпен баруға талай рет ондай ой болды. Білмеймін, бір сәті түспеді. Бір сәті, бір жолым болмады деймін бе, әлде бір сәт түспей ма. Тағы да бұл айланып келген кезінде асығыс әлде бір қалай айтамын, адам бір өзінің бір мақсат қояды ғой. Мен не үшін барам? Өзің үшін барасың ба, әлде не үшін барасың? Сол кезде саған шешім жайдан жай өзімен өзі келеді. Мысалы мен өзім қыдырып барам десем, онда мен ештеңеге қарамай бара саламын. Ал менің мақсатым, мен қыдырып бармаймын, мен өзімді не жетістікке жеттім Қазақстанда, мен не істей алдым, соны көрсету үшін барғым келген. Сондықтан да түк сәті түспеді. Бұйыртса әлі кеш емес. Мен Инстаграмда да жазған едім, осы менің арманым Монғолияға барып, Монғолия қалай тұратынын көру, білу, өйткені жаңалықтарда да жоқ, белгілі бір саяси жаңалықтар болса, саяси аренада Монғолия деген мемлекетті естімейміз, ол жайлы айтылмайды, ол халықтың өмір сүру салты, еш нәрсе жоқ қой мысалы. Монғолия деген бізде былай ғой, біз енді артымызға көп қарамаймыз ғой, біз алдыға қарап өмір сүреміз ғой. Монғолия Қазақстанның арты да негізі. Былай біз енді батысқа қараймыз ғой, ориентирді батыстан ұстаймыз, иә, өмірдің бәрі мына жақта болып жатқан сияқты, батыс болып жатқан сияқты да. Содан кейін біз өзіміз артымызға көп қарамаймыз, артымызда Монғолия бар. Мынау Қытайдан қорқады ғой, бізде ксенофобтар өте көп қой. Қытайдың біз негізі артымыз. Қытайдың алды, мынау мұхит жағы, ол өмірдің бәрі сол жақта қайнап жатыр. Бер қарай ол да бізге олар көп қарамайды. Негізі бар ғой, біз өзіміз Қытайдан бір қатты қорқамыз да. Қытайдың проблемасы ол Тайвань бар, басқасы бар, өз алдына олар деген біз бір 100-ші проблема шығармыз олардың. Өйткені халық саны да аз, біздің мүлдем аз. Сосын осы Қытайдан қорқатындарды мен қатты түсінбеймін негізі. Не үшін қорқады? Бізге оларда бізге деген уақыт жоқ деп ойлаймын өзім. Сол сияқты бізде де Монғолияға қарауға уақытымыз жоқ та. Сондай ой келіп отыр да осы Монғолияға. Біз өзімізден күштілерге көп қараймыз. Әрине, өзімізден күштілерге кез келген сондай ғой жағдайда, мысалға күшті болуға ұмтыласың, күшті. Біріншіден күшті деген не деп түсінік, бұл экономика жағынан жақсы деп айтқыңыз келіп отыр ма? Экономика, мәдениет, спорт болсын, кез келген жағы болсын, енді сол жақ жақсы, батыс жақсы деген келмейді. Батыстың енді онда кемшіліктер өте көп қой. Дәл сол. Қазір айтсақ ол кете береді, батыс деген кезде. Бірақ бұл жерде цивилизация, мәдениет, цивилизация, өркениет ол батыста басталды деп айту қате болады тарихи тұрғыдан. Бірақ негізі ғылымның дамуы, білімнің дамуы, қазіргі технологияның дамуы бұл бәрібір батысқа алып келеді ғой ең соңында. Түсінікті, себебі кезінде олар жаңағы дүние жүзін басып алды белгілі жағдайда. Соның арқасында әрине жаңағы тарихты жеңгендер жазады дегендей. Бүткіл қалай айтамын, биліктің барлығы солардың қолдарында болғандықтан, және де бір үлкен бір бағдарлама бар Америкада, American Dream деген.
естілген жоқ па жоқ ойбой жастар қалай сөйлесемсіңдер мен мен кеттім деп қалай сөйлесем енді былай айтқан кезде қазақстанда әдемі бір өте аты әдемі болды да рухани жаңғыру деген бағыт иә сол сияқты Американың өзінің концепциясы бар миссиясы бар American Dream деген американдық арман мечта американская мечта иә демек бүткіл ми бүткіл өзін ары қаратай бірдеңке осы әлемді өзгертемін деген адамдар сол Америкаға барады көрдіңіз соның бүткіл жағдайын жасап қойған ал негізінде мен енді Америкада өзім болдым қарадым былай айтқан кезінде кемшіліктері көп негізінде енді мен Америкада тұрамын деп айта алмаймын себебі менің күйім кішкене басқаша күй адамның ішінде иә менің таңдауым басқаша деген сияқты бірақ бұл ар жағында былай алып қараған кезінде сен өзің қайтып өмір сүргің келеді тек қана сен жаңағы бүткіл жаңағы техниканың білімнің ғылымның дамыған жерінің ортасында өмір сүргің келе ма әлде қалай әлде өзіңнің күйінде өмір сүргің келе ма ол өзгенің күйі американская мечта деген бұл Американың бір өздерінің жасаған бір құндылықтары ғой бұл жерде ең бастысы заң барлығына бірдей тең және осы заңның теңдігінің арқасында кез келген адам оның нәсіліне жынысына дініне ұлтына қарамай олар жетістікке өзінің тек қана білімімен ғана және өзінің қабілеттерімен ғана жете алады иә ол қанша пайыз жақсы мысалы мен қазір басқа да бір бәсекеге түскім келмейді бірақ демек сен өзің ойланшы мысалы Кеннеди жанұясы 2 Кеннедиді де атып өлтіріп тастады президент сонда демек сен ондай жағдайды сен қандай мемлекеттерден көре алдың демек бір билік белгілі бір элитаның қолында онымен Ерболат аға мен келісем ол бізде де бар бізде президентті атып өлтірмесе де бірақ Алтынбек Сәрсенбаев Заманбек Нұрқаділов сияқты қазақ ұлтының ұлы перзенттерінің енді атып өлтірді деп Алтынбек Сәрсенбаевтен атып өлтірді ғой бірақ Заманбек Нұрқаділовті 3 рет өз-өзіне қол жұмсады деп берді иә біз соған сенген халықпыз ғой негізі енді кім сенді тырысты жоқ енді негізі енді әрине тырысты ғой ол қолдарынан келді кей адамдар сенбеді ғой мысалы сен сенбедің деген сияқты ғой енді бұл бәрі сенуде емес қой бұл түсінікті ғой бәріміз білеміз бұл не болғанын бірақ оны былай айта алмайсың себебі жаңағы демек ол биліктің өзінің шыдап тұрғандығы істеп көрдіңіз ба демек мен не дегім келіп тұр тура өзін салыстырдың Америка болса да Қазақстан болса да белгілі мөлшерде бір деңгейдеміз көзбояушылықпен барлығы айналысады шынайы тұрғыда кең шын мысалы былай айтқан кезінде таза тұрғыда өте аз ұлттар өмір сүреді менің ойымша қазір Исландия сияқты мына әсіресе мына викингтердің иә мысалы Финляндия Скандинавия мемлекеттерін қарайтын болсаңыздар ең бір шынайы тырысуға өмір сүруге тырысуға солар үлгі бола алатын себебі статистиканы қараңыз бақытты адамдардың барлығы сол жақта бақытты денсаулық тазалығы экология тазалығы ішкі күй тазалығы тіпті ол жерде жаңа адам өлім 20 жылдан бастап жоқ әлі тіпті ол жерде жаңа преступление жоқ ең сол көрдіңіз өте сирек болады демек ол не деген сөз қауымның бір белгілі бір жаман дүниеге барудың ешқандай мақсаты жоқ уже көрдіңіз бе ал енді тағы да сіздердің айтып отқан қазір Америкаға қараңыздар ойбой ана жерде мына мылтықтың жаңағы иә оқтың астында қаншама жастар кетіп қалып жатыр демек ана American Dream сияқты мемлекетте мынандай затқа келеді да демек үлкен бір көзбояушылық сосын ойланасың сен балаң сол жерде өмір сүргің келіп қалайсың ба мысалы ойда жоқта біреудің құрбаны болып кетуі мүмкін дейсіз қандай контроль кім контроль ұстайды сондықтан да қайтып келейін және 90 жылдағы әлде Монғолияға келген кезінде ол жерде еркіндік бар ана кең далада сен миыңды ешкім уламайды қайтып өмір сүргің келеді сен не туралы ойланғың келеді былай айтқан кезде манипуляция жоқ сенімен сен ана дамыған мемлекетке барған сайын манипуляция өте көп сен сосын адасып зомби сияқты жүресің кімге сенерін өзіңнің тіпті пікіріңді қалыптастыра алмай жүресің қатып кеткен ғой жоқ күшті Қазақстанға келдіңіздер көшіп отбасыларыңызбен
енді Қазақстанға келгеннен кейін әрине қанша жерден өзіңнің еліңе келгеннен кейін, бірақ басында адаптация деген болады ғой. Өте қиын болған шығар, өйткені бұл жерде де жоқшылық. Меніңше Моңғолияда ондай болған жоқ сияқты, 90 жылдардағы біздің Қазақстандағы дефицит. Моңғолияда енді былай ашық қалу деген жоқ, себебі енді өздеріңіз білетін шығарсыздар, ол жақта мал жаңағы ауыл шаруашылығы күшті даму, өте мықты. Енді адам санынан қараңыз да малдың саны 10 есе көп деген сияқты. Ол жерде сен шынайы тұрғыда былай еркін өмір сүре аласың, қалай қарасаң да. Ал Қазақстанға келген кезінде ең бірінші бір пікір, енді ол тек қана менің өзімнің ойым емес, тәжірибемде емес, сен келе салысымен қазақ ұлты қаншалықты іште орыс болып кеткендігі. Себебі Улан Батырда мен тұрған кезімде біздің қалай айтам, районның тура жанында орыстар тұратын. Енді военный база тұратын да. Сол кезде біз орыстармен де былай сөйлесеміз. Көп сөйлеспесек те былай қарым-қатынас бар. Демек, солардың менталдығын біз білеміз андай екен. Сосын Қазақстанға келген кезде қаншалықты жергілікті қазақтар сол сияқты менталдықты болып кеткенін біз сездік. Мысалы, Моңғолияда қазақтар, моңғолдар біз басқашамыз негізінде де. Ол орыстардың пікірмен біз мүлдем басқаша қабылдаймыз. Өмірді, қалайтам, бір ақпаратты тіпті былай қабылдаған кезде сен басқаша ойланасың. Сен басқаша бір түсінік пайда болады. Бұл жаңа тағы қайталан бұл адамның күйі, қабылдау күйі. Міне осы жерде қатты бір сонда бір басында деп айтайын. Қазір мысалы сіздерден ондай байқамаймын. Сіздер ебін еркін, демек енді 30-ға толдың ба сен? Бұйырса көріңіз, бұл басқа ұрпақ. Енді ауысу мүмкін дейсіз ғой? Трансформация. Дәл сол. Себебі проблема билік сол, әлі күнге дейін сол жердегі халықтың қолында тұр. Енді өзіңіз ойлаңыз, сіздердің мысалы 50-60-ға толған кезде билік сіздердің қолдарыңызда болатын болса, мүлдем басқаша болады. Елге келгеннен кейін енді түрлі жағдайлар болады ғой, енді сырттан көшіп келгеннен кейін ең бірінші, енді сіздің өнер жолыңызда айтқым келіп отыр, алғаш сахнаға Бауыржан шоуда шықтыңыз, Жоқ, енді былай нақты профессионалдық Қазақстанның несімен былай есептеген кезінде профессионалдық сахнаға Бауыржан ағамыз, Бауыржан Ибрагимовтың Бауыржан шоу театры арқылы біз халыққа кеңінен тарала бастадық. Әйтпесе негізі менің өнер жолым әрине әке-шешемнен басталды. Себебі ол кісілер енді әншілер болғаннан кейін, өз көзімді ашқаннан кейін музыканың саласында жүрдім. Мен не айтқым келіп отыр, енді Диана білет, бірақ басқа көрермендер білмейді ғой. Мен негізі Ерболат ағаның компаниясында Жүз Entertainment'те 2019 жылдан 2 жыл көлемінде жұмыс істедім. Сондықтан Ерболат ағаның камерадан тыс әңгімелері құлағымда. Таңғы 4-5-ке дейін әңгіме айтатынбыз офиста. Бітпейтін әңгімелер болады, кеткіміз келмейтін. Аяқта Ерболат ағаң жұбайы звондап отыратын, қашан келесің? Ерболат аға қоя тұршы деп ары қарай жалғастыратын. Сол мына нәрсені айтқым келіп отыр. Мен енді сол кезде келгеннен бастап, оның алдында да 2017 жылдан бері таныспыз, бірақ одан кейін мен байқағаным, Ерболат аға, сіз мына жастардың темасында жүресіз, жастардың вайбында жүресіз, қазіргі тілмен айтқан кезде, және үнемі жастарға қолдау көрсетіп жүресіз. Сол кезде мен байқағаным, не істесеңдер де істеңдер, міне сендерге микрофон, міне сендерге камера, міне сендерге қаржылай көмек болса да, осы нәрсені мен көрдім да, осы уақыт аралығында. Сен кімсің, қайдан келдің, ол ешқандай рөл ойнамайтын, және осындай қамқорлықты өзіңіз келген кезде қандай адамдардан, кімдерден көре алдыңыз, немесе көрген жоқсыз мүлдем? Бұл психологиялық бір тренинг болып кетпесін. Мен ешкімге ренжісім жоқ. Менде ондай қолда болған жоқ. Бұл енді факт. Бірақ сол менде болмаған екен деп мен бір басқа сендер сияқты жастарға қолдау көрсету, бұл тағы да мен бір затты түсінемін да, және адам қалай айтан, былай орысша бір сөзі бар күшті. От сильного поколения рождается слабое поколение, от слабого поколения рождается сильное поколение. Алдындағы осы екінші бөлімде де осы әңгіме көлемінде. Белгілі бір сонда бір догманы қойып қалған кезінде мен сондай затқа қатты ренжулі қараймын да. Демек, менің тағдырым менің қолымда емес. Мен сол 90 жылдар қатты қиын қыстау заман өттім екен деп, енді мен басқаша болуым керек. Жоқ. Негізінде біздің қалай айтам, қабілетіміз, адамның қабілеті өте керемет. Демек,
мен сол бір жақсылықты көре алмадым екен деп мен жаңа өзімнің аға буынымнан сендерге көрсетіп жатырмын деп ойламаңдар. Мәселен біреу ақ өтті, бұл жерде рационалдық тұрғыдағы дүние. Келешек сендерде ғой. Мысалы мен өзімнің қалай айтамын, буынымды былай Қазақстан жоғалтып алған буын. Сол 90 жылдары 95, 93, мен 13-15 жастағы кезең. Сол кезеңде қатты қиын қыстау кезеңде бізді қарайтын, бақылайтын ата үлкен буын болған жоқ. Біз енді жоғалып кеткен буынбыз біз. Демек сен соны түсінгеннен кейін сен білесің, сен не істемеу керек екенін білесің. Сен білесің, болды, бітті. Енді сол үшін бір күйге түсіп бітіш болу жоқ. Жарайды, солай бол, сол аяқ болсын. Бірақ енді келешек сендердің қолдарында болу үшін ары қаратай менің қазір мысалы балаларым мысалы сендерге қарайтын болады. Демек менің балаларым үлкені сендерсіңдер. Демек мен қазір кімге инвестиция құюым керек, назар аударуым керекпін. Таза бизнесменнің коуч тренердің әңгімесі ғой. Өзінің бізге инвестиция құю арқылы өзінің баласын тәрбиелеу. Дәл сол. Күшті, жақсы логика ғой. Өте қарапайым. Жақсы. Мынау бізде осы индустрия бар ғой бізде. Қалай айтсақ болады? Ең алғашқы болып креативті экономиканың бір негізгі бастауының алдында енді Ерболат Беделхан, Жүз Entertainment және 91 тұрды. Бірақ оған дейінде бізде енді шоу-бизнес болмады деп айта алмаймыз, бірақ көбінесе тойдың арасындағы әңгімелер болып жүрді, ол сіз оны талай рет 20 жыл айттым. 20 жыл бойы айттыңыз ғой. Біз енді оған бүйтіп қатты акцент қоймайық, мына креативті экономикаға байланысты әңгімені бұрайықшы. Бізде қазір креативті экономика дегеннің шеңбері үлкейіп кетті. Бұрын бұл мода, бұл мысалға сурет, бұл кино деген сияқты бір кішкентай шеңбер болатын болса, қазір бұның ішіне мысалға қазір IT кіріп кетті, оның ішінде кәдімгі музыка да барып, түрлі жанрлардың барлығы креативті экономика жасап жатыр. Осы бұл негізі креативті экономика деген меніңше біздің қазақтарға бір ең бір бизнеске келудің бір оңай, бірақ оңай емес, еңбекті, талантты және еңбекті қажет ететін, бірақ оңай жолдарының бірі деп ойлаймын да. Өйткені өндіріс қой негізі бұл да. Бұл производство. Бір дүние ойлап табасың. Ал басқа өндірістерді, мысалы тауарды, киімді, тамақты өкінішке орай біз енді бір қатты өндіре алмаймыз. Өндіргеннің өзінде де бізге тиімді емес. Бізге киім тігу тиімді емес, бізге Қытайдан алып келіп сатып ала салған арзанға түседі. Өйткені бізде былай айтқанда сұраныс аз. Бар болған 19 миллион халықта оған өндіріс жасау кішкене қиындау болады. Одан кейін тағамға байланысты бізде Ресей производствосымен жаулап алған тамақтармен байланысты, тағы да оған ақша салу тағы да бір ұзақ уақытты талап етеді, шыдамдықты қажет етеді, ол өндіріске салу. Ал бұл өндірісте біздің атып кететін себептеріміз, мысалы атып кеткен адамдар бар ғой, сол Иманбек, сол Димаш, атып кеткен адамдар. Бұл атып кеткен адамдардың, бұл да енді олардікі өндіріс қой жасап жатқан, кәдімгі өндіріс. Біз ауыл шаруашылығына миллиард қойдық, біз тағы да басқа бір производстволарға салып көрдік, бірақ бұдан бір керемет бір нәтижелер бұрын ана болатын еді ғой. Президент бір заводты ашады, басады, кнопкасын басады, одан кейін сол завод жайлы әңгіме жоқ деген сияқты. Біз осы қаншама жылдарды, қаншама талантты адамдардың уақыт өтіп кетті ғой енді. Сол нәрсені неге осы енді ғана түсініп жатырмыз? Біріншіден мен былай жауап бергім келеді. Негізі әр ұлттың өзінің бір болмысы болады. Демек біз басқа бір мемлекеттерден қараған кезінде біз негізі көшпенді мәдениеттен қалыптасқан ұлт болғаннан кейін біз жаңағы жыл сайын бір жаңа жерге қоныстанып кең байтақ далада адам ой деп айғайлап жүріп жүрген ұлтпыз. Демек біз осы қатты және қазақ емес қазақ домбыра деген тіпті қалыптаспаған дүние бар. Егер соны өзіміздің тағы да болмысымызды іштей қарайтын болсақ, әр ұлттың өзінің сонда бір қасиеттері болады.
Ал енді былай салыстырмалы түрде қарайтын болсаңыздар, тұрғылықты цивилизация мәдениет, олар жаңағы міне жерді қазып отырышы былай көріңіз. Демек бұл жерде ол жерде бір үлкен бір қатты бір жаңағы ойланып стратегия тұруда бірдеңке ойлап тауып міне деген сияқты жоқ. Ондай сұраныс болған жоқ, әлде ондай мақсат қойылған жоқ. Билікте кім отырды, қандай адамдар. Керісінше олар айтты, жоқ, біз басқаша жұмыс істейміз деген сияқты. Демек, әрине той бизнестің арқасында барлық жаңағы қалай айтамын, қазақтың тойшыл халық ретінде дәлелдеп тұрса да дәлелдеп тұрса да тіпті қай мемлекетте той деген ұғыммен кредит береді. Қай мемлекеттен қарайсыңдар? Көрдіңіз ба? Бұл ұлттық проблема болып кетті ғой біздің. Басқа бір елге айтсаң, олар шокта болады. Қалай сонда той үшін сендер кредит? Біз сондай ұлтпыз. Ерекше ұлтпыз. Демек ол біздің ұлттық болмысымыз деген сөз ол. Тойшыл халықпыз деген сөз. Демек баяғыдан бері біз оны түсіне алушы едік. Егер біз соны көріп тұрған болсақ, көзіміз ашық болған болса, болды бітті. Баяғыдан бері сол инвестиция сол құйылу керек еді. Ал енді жастар, Димаш болсын, Иманбек болсын, оның алдында көптеген басқа да үлкен ағаларымыз бар. Өкінішке орай олар өздерін көрсете алмай кеткен сияқты белгілі тағдырдың енді жақсы айтпай қояйын. Демек, мен ойлаймын, әлі кеш емес. Әлі кеш емес, себебі сенің айтып отқан, сен жас болғандықтан айтып отырсың да. Сен де жасы, неге соғырдан кеш? Бұл негізі кеш деген сөз жас буыннан шығатын, бұл бәрі дұрыс. Ол ертең өзгерулерің келеді. Ол жақсы, сендердің іштегі гормондарың ойнап тұр деген сөз. Бірақ соған жеткенімізге шүкір. Мысалы қазіргі таңда креативтік экономиканың 2 жыл болды. 2 жыл болды біз Тоқаев президентіміз айтып отыр. Өндіріс жасаңдар, индустрия құрыңдар деп отыр. Шүкір. Мен міне 30 жыл. Оның алдында қанша жыл бойы көтеріп жүрдіңіз бұл нәрсені? 2000 жылдан бастап, Орда тобынан бастап, мен бірінші рет, алғашқы рет жаңағы осы заманауи музыка қазақ тілінде әдемі қоңыр даусымен бола алады, әлде жаңағы заманауи музыка субмәдениетке айлана алады деген сияқты концепцияны Орда тобымен бастап кеттім. Сол кезде жаңағы естеріңізде болса, ол кезде жаңағы бүткіл шоу-бизнес, той-бизнестен, корпоративтен бастап барлығы орыс тілде. Барлық Ресей жұлдыздары Қазақстанға келіп жаңағы көп ақша алып кетеді. Қазақстанның артистері кімде-кім қазақша өлең айтады, ол ешкімге қажет емес. Демек, соған қарамастан жаңа ұқсаған біз бәсекелестікке түсуге, мысалы өзім балдарға соны айтып отыра, жаңағы жас кезімізде енді балдарға түсінде отыра, неге біз осылай жасамасқа дейміз. Бұл адамның өзінің іштей жаңағы таңдау. Мен тағы да айтпаймын ешкімге, ойбай маған бір жаңағы бірдеңке беріңдер деп. Жоқ, менің бұл таңдауым. Маған ешкім айтпаған, мен ешкімді мәжбүрлемеймін, мені құрметтеңдер деп. Бұл менің таңдауым, менің жолым. Сондықтан да бұл жерде тағы да халық ретінде былай қабылдаған кезінде біз бір затты түсінуіміз керекпіз. Таңдайтын кезең келді. Біздің ұлт өте мәдениетке жақын ұлт. Қандай болмаса да. Сондықтан да егер біз қазір жаңа 13 сала қазіргі таңда Қазақстанда креативті экономика деп біз белгіледік па? Еңбек етіңдер, соған таңдау көрсетіңдер, соған бір арғата жұмыс жүргізіңдер. Біз қазірден бастап, сіздер біз бірігіп отырып осының жаңа экономиканы көтеретін болсақ, мемлекетке біз дәлелдеуіміз керекпіз да. Мемлекетке көрсетуіміз керек. Бұл қаншалықты қолайлы. Ақша құйылымы негізінде басқа индустрияға салыстырған кезінде онда үлкен емес. Жаңа сен өзің айтып отқандай. Ал егер индустрия ретінде қарайтын болсақ, оның пайдасы тек қана материалдық дүниеде емес, рухани дүниеде де үлкен дүние. Жоғары, өте құндылық болып істейді. Енді бір оқпен екі қояндатасың. Дәл сол. Енді қараңыз. Мәдениет, өнер деген не? Енді мен бұл жерде ең үлкен маңызды мен таңдауымды айтамын. Бұл ұлттық идеологияның қалыптаспауы. Ал ұлттық идеология бізді қалыптасады тек бір заттан яғни. Егер бізде жаңа қазақ тіл бұл код деген сөз. Бұл энергия. Бұл бүткіл біздің ата-бабамыздың қалдырып кеткен бүткіл ақпарат сол тілдің ішінде жатыр. Ал енді біз сол тілді дамытып,
оны жұмсақ күш арқылы музыка, кино саласында егер көрсететін болсақ, міне біз өзіміздің мүддемізді қорғап, біз жаңа территорияны ғана емес, қазақ деген болмысты қорғау мәселесі. Сондықтан да бұл жерде экономика ғана емес, бұл жерде идеология қалды. Сондықтан да қазір ештен кеш дегенде, көрдіңіз бе, кештен еш дегенде қалай қабылдасаңыз солай қабылдаңыздар. Бірақ қазіргі кезең келді. Сондықтан да міне сіздердің қазір жастардың, мысалы әсіресе осы мына креативті ойлауларыңызды кішкене басқаша бұрып, өздеріңізге сеніп, осыны араты күтпеңдер ешкімнен. Ешкім сендерге ештеңе бермейді. Иә. Жауап бердің ғой шашып. Режиссер Ермек Тұрсыновтың айтқан сөзі бар ғой бізде, экономиканы, саясатты мәдениетсіз адамдар басқарады деп. Мәдениет деген негізі кез келген жағдайда қолыңа ақша ұстасаң да, киім кисең де, қолыңда билік болса да, сенің мәдениетің болмаса, сен оны дұрыс қолдана алмайсың. Сен ақшаны, мәдениет деген ішінің негізі ауқымы өте үлкен ғой. Ол тек қана музыка, өнер тыңдау, меломан болу емес қой. Мәдениет деген киім кию, шашыңды ұстау, аяқ киіміңді таза ұстаудан басталау, сөйлесу, сәлемдесу. Бұның барлығы мынау үлкен мәдениет дегенге кіріп кетеді да. Сондықтан бұл бағанағы Ермек Тұрсыновтың айтқан әңгімесінде дәл солай да. Бізде осы коррупцияның пайда болуы, біздегі мынау жағымпаздықтың пайда болуы, қазір қазақ қоғамында орын алып жатқан барлығы мәдениетсіздіктен ғой. Бұл олардың бір мәдениетсіздіктің ішіне аш көздік кіреді мысалға, тоймау кіреді мысалға. И бұның барлығы бір ғана бір сөзге келеді, мәдениетсіз адам дегенге келеді, осы концепцияның ішіне кіріп кетеді. Және осы мәдениетті біз жоғалтып алдық 30 жылда. Қайсысы біздің мәдениет екенімізді түсінбей қалдық. Мына бағанағы сіз айттыңыз ғой, Ресейден әншілер келетін еді тойларға. Олар 100 мың, 200 мың, 300 мың долларға келетін мысалға. Кем дегенде солай келетін. Ал біздің қасымыздағы әншілер, оның қасында ешқандай да бір. Сонда біз қаншама ақшаны сыртқа шығарып жібердік. Долларлар, валюта күйінде қаншама ақшаны сыртқа шығарып жібердік. Және біз олардан бірінші ешқандай мәдениет алған жоқпыз. Әндерін тыңдадық, күлдік, мәз болдық. Екінші ақшаны шығарып жібердік. Бұл тек қана минусқа кетті да сол уақытта. Қазір бірақ ол нәрсе азайды. Мен байқағаным кәдімгідей азайды. Бұл азаюы, қазір мысалға сіз мынандай принципіңіз бар еді ғой, 91 тобы тек қана хедлайнер болып шығады. Мысалға. Кімді шақырсаң да, әйтпесе біз шықпаймыз деген сияқты өзіңіздің принципіңіз бол. Бұл қолдан жасаған продюсерлік шаралар ғой негізінде ше. Себебі жаңа кеше сөзімді бөлгенім үшін дәлелдеу, әлде сенің өзің жаңағы тактика, стратегияны дұрыс құру. Бұл жерде ойбай біз біреуден артықпыз деген ұғым емес. Бұл 100% экономика, бренд, жеке бренд қалыптастыру үшін ғана істеген дүние. Болды. Оны сен қандай құралмен сен оны жасайсың, сен өзің шешесің. Бұл бір. Екінші сен жаңа айтқанда мәдениет деген. Мәдениет деген кезінде жаңа Уинстон Черчиллдің айтқан сөзі бар екен. Жалғыз өзі жаңағы Ұлыбритания күнде бомбаланады, жаңағы Гитлердің, Германияның арқасында. Сол кезде тағы да бір жаңа министрлердің барлығы жиналып отырған екен, сосын үлкен қолмақты қаражат мәдениет министрлігіне бөлген екен, Уинстон Черчилл. Сосын барлық жаңағы генерал-майор айтқан ғой, сен қуасың ба? Соғыс болып отыр ғой, сен қайдағы мәдениетке сен не істеп жатсың деген ғой. Сол кезде Черчилл айтыпты, біз онда нені қорғап отырмыз деген ғой. Мықты. Болды емес? Сен өзіңді қорғау деген. Түсінікті нәрсе ғой, басқа сөздің қажеті жоқ қой. Сонда не үшін соғысып отырмыз, не үшін өліп отырмыз? Халық, адам негізінде адамға жан сақтау үшін, әлде өмір сүру үшін көп зат керек емес. Мынаның барлық керек емес. Бұның өзі мәдениет. Бұның өзі бір басқа бір мәдениеттің бізге сіңіп кеткендігі. Негізінде бізге мұншалықты зәулім сарайлардың қаншалықты қажеттілігі бар? Үлкен бір сұрақ. Ал бұрын біздің ата бабамыз бір киіз үймен бүткіл әлемді басқарып жаулап қойған жоқ па?
бағана Уинстон Черчилль дегеннен кейін маған есіме түсіп отыр, Никулин бар ғой, соның айтқан сөзі бар ғой, бір ненің съезде ма, компартияның съезінде ма айтады, бізде Сталин кезінде цирк бар ғой, цирктағы тигрлар соның барлығының жүруіне басқа көшіп жүреді ғой, енді олар көшіп сахнаға қояды ғой. Сол кезде мынандай не болған екен, спец вагондармен жүрген, яғни кез келген жаққа, мысалға танкі таситын вагондармен цирктің адамдары жүрген, жеке жүрген. Неге? Мәдениет. Өйткені ол кез келген жақта мәдениетке, олар енді сол соғыс уақытында сол солдаттарға арналған бір қойылымдар қойып жүрді, бір нелер қойып жүрді ғой, уақыт өткізуге. Бұл да сол Сталиннің өзі қанша соғыс болып жатқан кезде де мәдениетке, енді Сталинді бәріміз қан ішер деп айтамыз ғой, иә. Бірақ соның өзінде де олар сол мәдениетке деген нені түсініп отырған, көңіл бөліп отырған. Бұл цирк болса да, бұл спецвагонмен жүреді, бұлар қойылымдарын қою керек, қандай жағдайда болсын деген. Дәл сол, демек, тағы да бір мысалы, бір өзіміздің болмысымыз туралы айтатын болсақ, менің ойымша қазіргі таңда өте актуалдық бір дүние бар. Егер тіпті қазір бүткіл адамзатты политика басқарады, өздеріңіз білесіздер, иә. Тіпті экономиканың барлығын сен қайтып ойлануың керексің, қазір тіпті медианың өзі политика басқарады. Егер ол хақ болатын болса, қазір тіпті сол политиканың ішінде бүткіл өркениетті дамып кеткен мемлекеттерде бір белгілі бір мөлшерде, мысалы гендерлік не бар ғой, равенствода, мысалы теңдікте әйел адамдар белгілі пайыз отыру керек. Тура сол сияқты зеленый, жасылдар отыр. Демек бүткіл бір планета, жер шар ретінде адамзаттың проблемасы бұл экология. Ал экология ретінде алып қараған кезде қай мәдениет жақсы? Цивилизация. Экологияны құртпай дүние жүзін басқара алды. Бірден бір концепция маған келеді, бұл көшпенді салт. Жердің теңдігі мен адамзаттың теңдігін ұстай алған күй тағы да. Бұл міне мәдениет. Бұл басқаша көзқарас. Бұл біз қазақтар немен біз байымыз? Біздің сол ата-бабамыздың салт дәстүр көзқараспен байымыз. Не біз үшін эксклюзив, қайталанбас дүние? Осы емес пе? Біз қазір басқа бір дүниені зерттеудің де қажет жоқ. Артқа шегініп, сол бұрын болған дүниені егер бір жаңа осы заманауи концепция алып келетін болсақ, тағы қайталан. Әлем бойынша қазір экология бірінші рөлде тұрған проблема. Бірақ қазақ қоғамында бізде проблема деген ол біз енді Қазақстанда қазір президенттің өзі айтты ғой, көп пайыз халық кедей деп. Өздері мойындады, билік мойындады да, қанша жылдан бері билік мойындады. Бізде проблеманы, мысалға экологиялық проблема дегенді барлығы біледі да, бірақ бұл проблема бүгін болмағаннан кейін бізге бұл қатысы жоқ нәрсе болып көрінетін сияқты да. Бізде бүгін тамақ болу керек, бүгін ақша болу керек деген сияқты қазіргі жанып тұрған мәселелерді ғана проблема. Қауіп деңгейімен байланыстырып отыр, иә? Қазір мысалы ол жанып тұрған жоқ, қатты маңызды. Мысалға, енді проблема деген кезде бізде Арал проблема. Каспий проблема. Бұл Алматы проблема. Алматы проблема. Алматының экологиясы. Мен осы кезде айта кетейінші, екі апта қаңтардың 1-нен қаңтардың 14-не дейін Қостанайда болдым. Қостанайда болдым, нағыз аяз, қыс, керемет, таза ауа. Мен бұрын елдер маған қонаққа келеді ғой, батыстан келеді, басқа жақтан келеді. Алматы қалай өмір сүріп жүрсіңдер, ауасы бас ауырады деп айтатын да. Мен оны түсінбейтін, қалай ол нормально өмір сүріп жүріп деп. 2 аптадан кейін келдім, аэропорттан түсе салдым да. Тұншығып қалдым. Мен осы Алматыда тұрып үйреніп қалған екенмін да оған. Маған ол қатты проблема емес. Мен 2 аптадан кейін оны түсіндім. Бұрын бір 2-3 күнге барып келесің бір жаққа, ол кезде сезбейтінсің. Мұнда 2 апта Алматыда болмаған кезім болмаған ғой менің негізі. Қатты байқадым. Бұл үлкен проблема. Бірақ бұл проблема қазіргі халықтың басым көпшілігінің басты проблемасы емес қой бәрі. Басты проблемасы бізде ол қазіргі мынау әлеуметтік мәселелер. Жақсы. Былай екі сөзім айтқан кезде былай ғой. Біз қазір жан сақтаумен жүрміз, өмір сүріп жүрген жоқпыз. Дұрыс па? Иә. Түсіндім ойыңды. Біз жан сақтау үшін тамақ, элементарный азық жақсы, бірақ менің айтқым келген ой біреуде мысалы
негізінде тағы қайтадан адамға жан сақтау үшін көп зат керек емес негізінде. Енді қалай айтамын, әркім өзінің запросына байланысты. дәл сол. Бірақ белгілі бір мөлшерде бізге жаңа орысша айтқанда потребляемыз, потребительство. Отношения. Отношения. Соны бір белгілі бір жақтан, ойбай сен көлік алмасаң сен адам емессің. Ойбай сен ананы алмасаң адам емес. Ойбай сен айфонның адам. Бұл қайдан келген пікір? Өздеріңіз кішкене терең ойланып көріңіздерші, кім бұны маған айтып жатыр? Кім сіңірді дейді? Кім сіңіріп жатыр? Маған бұның қажеті бар ма жоқ па? Көрдіңіз, сондықтан да тағы да қайтадан осы қазіргі кезеңде күрт өзгеретін революция емес, эволюция кезеңі. Сондықтан да Қазақстаннан экспортталатын дүние рухани дүние. Демек біз өзімізді мадақтай отыра, өзімізді жоғары көтере отыра, біз бір белгілі концепцияда ұлт ретінде егер біз бүткіл әлемге тарататын болсақ, өзіңіз ойлаңыз. Фантастикалық дүние болса да қараңыз. Егер біз бұрынғы болмысымызды көшіре отырып біз айтсақ, біз көшпенділер мәдениетінің құндылықтарын бүткіл адамзатқа ұсынғымыз келеді. Себебі экология проблемасы. Себебі қазір бәрі ойлайды, жер жоқ, мал жоқ, шөп жоқ. Қандай вопростар? Көріңіз, демек тағы айланып келген кезінде бір адамға, мысалы Жапонияны алып қарасаңыз, өзіңіз ойлаңыздаршы, Жапонияда жер жоқ, шынайы тұрғыда жер жоқ. Олардың жаңағы енді өркениеті енді әлем бойынша үштікке кіретін мемлекет. Цифрлизация, индустриализация, барлығы керемет. Бірақ сұрақ, жапондықтарға келесінде сен айтасың, сен бақыттысың ба әлде жоқ па? Сұрақ. Сен бақытты өмір сүре алсың ба әлде жоқ па? Енді сіз статистика қараңыз. Өз-өзіне қол жұмсау халық саны. Жапондар көп па? Көбірек, өкінішке орай. Тумайды. Демек, өзіңіз ойлаңызшы, адамның миы білесіздер ғой, енді сен әке болып жатсың ғой жақында енді. Рептилоидный мозг деп айтады. Ең бірінші қара мозг, это был рептилоидный мозг. Это отвечает за выживание. Жаңағы аштық, суық, қашу, сол. Соған келген кезінде біз түсінбей тұрып сонда бір белгілі күйге батамыз. Адамзат. Демек, өзіңіз ойлаңызшы, сонда керемет мемлекет тумайды. Туғысы келмейді. Өмір жалғаспайды. Кәрілердің саны өте көп болып кетті. Демек, бір үлкен дисбаланс. Ұлттық проблема. Шүкір, Қазақстанда ондай проблема жоқ. Шүкір. Көрдіңіз ба? Демек, біз тағы да бір жаңағы бүгінгі нанымызды жейміз, анам былайлап алып қараған кезінде біз қазіргі таңда бір белгілі бір концепцияны көше алатын бір ой, шүкір, ойдың жаңағы қалай біз ойды контрольде ұстай алмаймыз ғой. Біз ебін-еркін ойланатын ұлт болатын болсақ, біз үлкен бір концепцияға келе алатын ұлтпыз да. Үлкен. Бұның бір жақсы жері де бар сияқты, мысалға аштықты айтайықшы, аш адам деп есептейік, ол адамдарды бір идеяға алып баруда қиын сияқты ғой меніңше. Мысалға былай енді керемет, мысалға алаш уақытында, алаш уақытында 20 ғасырдың басында бұл енді қаншама қиындық көріп жатса да, қаншама қуғын сүргін көріп жатса да, олар болашаққа жерді, болашаққа білімді, мәдениетті, бәрін қойшы, алфавитті тастап кетті ғой, былай қараған кезде, бұларда бірақ одан да бізден де қиын жағдай болды ғой, ол заманның қиын. Бірақ бізде қазір бірінші потребительский қажеттілікті қатты жоғары болып кетті да бізде. Және сол құндылық деген нәрселердің барлығының төмен қарай басып кетті. Бұл мен ашпын, аш бала тоқ баламен ойнамайды дейді ғой, мен ашпын қаяқтағы руханият, қайдағы американский мечта, соны айтып жатсың деген сияқты бір оларға айтып жатқанның өзі де сен бір дұрыс емес әңгіме айтып жатқан сияқтысың да оларға. Бірақ бәрібір кез келген адамды сол кризистен шығаратын, сол кедейшіліктен шығаратын ол арман ғой. Дәл сол.
басқа еш нәрсе. Ал қазақтар армандауда қатты бір мықты деп айта алмаймын. Бізде не? Бізді шүкір құртады, бізді тәуба құртады. Ой, бүгінгі тамағым тоқ, қарным барлығы тоқ. Енді армандамайды ғой. Креативное мышление бізде өте жоқ. Жаңағы Ерболат аға өте дұрыс айтып кетті. Кім сіңдіріп тастады бізге? Егер сенде люкс бренд киім күшті болса, сен қазіргі қоғамда мықты адамсың. Егер сенде соңғы үлгідегі iPhone болса, сен ең мықты адамсың, қауқарың барлығына жетеді. Ал басқасын, білім жағын, ғылым жағын біз тек қана сол тамаққа, қазіргі қажеттіліктерге ашпыз, бірақ білімге, ұмтылысқа, миымызды қозғалтуға. Мысалы қазір подкастты көруге де адамдар ерінеді, адамдарға Ерке мен Райымның неке қиғаны қызығырақ. 15 секундық сол видеоны көреді, бақытты мысалы. Рас па? Иә, неке қиды ғой. Бақытты болсын. Қазір сол бүкіл проблема қазақ қоғамда, ойбай, жастық мәселесі бар, ол жерде анда мынау. Ал бірақ біз миымызды басқа бағытта жұмсауға білмеймін, ерінеміз. Жалқау. Осы шүкірге байланысты Ерболат аға. Қазір мен бір хабарландыру айта кетейін, иә. Мынау қайталап айтқым келеді. Біз кішкене депозитке ақша саламыз ғой. Депозитке ақша салған кезде бізде мынау қазір ең көп пайыз ол 14 қой деймін, 14-15%. 14% ғой деймін. Бірақ енді 14%-ға саласың, бұл ұзақ қой негізі ақшаның көбеюі. Және 14%-ға ақша салып, көп ақша салу керексің да, көп пайда табу үшін. Бірден. Мысалға 10 миллион, 20 миллион депозитке салып қою керексің. Ал аз ақша салып оны депозитке салсаң, ол көбеймейді. Енді процентімен есептеген кезде. Қазір инвестиция деген пайда болды. Қазір бізге бір жаңа бір леп алып келіп жатыр осы инвестиция, акция деген нәрселер. Біздің достарымыз Жусан Инвест компаниясы кез келген сомаға, ол қалтаңдағы соңғы 10 мың теңгең болсын, инвестиция салуға мүмкіндік беріп отыр. 10 мың теңгеге кез келген акцияны, Қазақстанның болсын, немесе басқа дүние жүзінің компанияларының акциясының 0,001% сатып алып, оның пайыздық дивидендтері өте көп пайда береді. Сен миллион теңге депозитке 14%-дан салып қойғаннан қараған кезде, сенің 10 мың теңгеңнен бәлкім, мысалы, мынандай бір статистикалар бар ғой, кезінде 10 жыл бұрын Тесланың акциясын $100 алғанда, қазір сенде $10 мың болатын еді деген сияқты. Бұл да алға өзіңнің болашағыңа деген салған инвестиция ғой. Осы Жусан Инвест осындай ұсыныстар беріп отыр. Ол үшін Жусан қосымшасын жазып, оның ішінде инвестиция бөліміне кіріп, өзіңнің брокерлік шотыңды ашып, бастап кетсең болады. 10 мың теңгемен бастап кетсең болады. Мен өзім 10 мың теңгемен бастадым. Сосын егер білімің жетпей жатса, енді бұл да кішкене не ғой, оңай емес. Ол жерге кәдімгі білім керек. Жусан Академия деген бар. Жусан Академияге кіріп, тегін осы инвестицияны қалай бастау керек, қалай алғашқы акцияны сатып алу керек деген бір тегін білім алу мүмкіндіктері бар. Басынан аяғына дейін түсіндіріп береді. Сондықтан егер сіздерге, құрметті көрермендер, сіздерге қызық болатын болса, мен төменде сілтеме қалдырам, сол сілтемеге кіріп, танысып көріңіздер. Кеше мен бір закрытая дейміз ғой, вечеринкаға бардым. Ол жерде тек қана қазіргі таңдағы сондай оқырман саны көп блогерлер, бірақ сондай өзімді ол жерде бар ғой, жаман сезіндім. Ол жерде қарапайым халық болған жоқ, жай ғана блогерлер, оқырмандары бар адамдар. Бірақ ана жердегі көрініс, енді мен сіздерге айтайын, ол жерде блогерлерден қарағанда әр блогердің жанында жүретін мобилографтар көбірек болған шығар. Әр өтірік амандасады, сол амандасуларын камераға біреулер түсіреді. А мен жалғыз бардым да, содан кейін ойлап тұрмын. Бірақ бұлар, мысалға, әрқайсысы енді инфлюенсерлер ғой, әр өзінің бір аудиториясына ықпал бере алатындай, оларға бір жақсы жағынан әсер ете алатын, мысалға, жағымды я жағымсыз. Бірақ ойладым да, мыналардың ойлағаны, баққаны сол бір көзбояушылық, бір-бірімен өтірік амандасу, кімде қандай люкс сумка, жай ғана сонда бұлар в массы не бере алады деген оймен мазалады да. Ол біздің басым көпшілігі, және сол жерде мен ғана шығармын, бір қазақ тілде өз парақшасын жүргізетін. Қалған барлығы өз аудиториясына тек қана орыс тілінде жүргізеді. Парақшаларын. Ерболат аға, тіл туралы әңгіме бастап отыр. Тіл туралы. Тіл деген бұл сіздің негізгі конегіңіз ғой. Өйткені барлық жобаларыңыз тек қана қазақ тілінде. Қазақ тілінде біріншіден айтуға ыңғайсызданам, бірақ ол мойындау керек, платежеспособный емес аудитория ғой бәрібір қазақ тілінде. Деген пікір қате. Былтыр
мен өзім бір форумға қатыстым, интернет және қазақ тілі деген. Сол кезде керісінше біз дәлелдедік, бүткіл топ менеджерлер, Жусан банктың ол кезде басқа өкілдері де отырды. Сол кезде біз дәлелдеп шыдадық қазақ тілдік аудиторияның ақшасы бар екендігін. Олар өздері орыс тілде сөйлегендіктен, олар басқа реальностьта жүр. Олар түсінбейді. Сол баяғы 20-30 жыл бұрын қалыптасып қалған пікірлермен әлі жүр екен. Демек сен қазір мысалы YouTube болсын, Instagram болсын, TikTok қарасаң, қазақ тілді контенттің сұранысы өте жоғары. Мол. Ал қазақша жаңағы мысалы Нұрлан ағамыздың Қоянбаевтың киносын алып қарасаң да, мысалы аватарды озып кетіп жатыр мысалы. Өзіңіз ойлаңызшы, қай мемлекет аватарды озады? Қалай? Бірақ ол кісінікі озып кетеді. Себебі ол қазақ контент, қазақ тілде қазақтың күйін көрсету. Тағы маған қара. Мен қалай сонда жан сақтадым? Ана құсаған Россия тойға шықпай, Россия империя орыс тілге қарсы шығып отырады. Көрдіңіз бе? Бұл демек сұраныстың өте молдылығы. Сондықтан да бұл қате пікір. Бірінші. Екіншіден... Подкастты жалғастырамыз онда. Екіншіден, және сіздің айтқан сөзіңізге байланысты, бұл уақытша зат. Пафос қой. Бұл уақытша зат, оған назар аударудың әлі бір басқа бір сынап жататын ештеңенің қажет жоқ. Мін бәрімізде бар. Негізінде ше. Ал жаңа айтып отыр ғой, мысалы, әлі күнге дейін біз мысалы жаңа инфлюенсер дейсіз ба, жұлдыз дейсіз ба, артист дейсіз ба, негізінде сен қатты беделге ие болған сайын оның екінші жағы бар, жауапкершілік деген сөз бар. Қазір жас болғандықтан көп адамдар соны түсінбейді. Бірақ кішкене терең зерттесеңіздер, ол өте үлкен жауапкершілігі бар дүние. Сондықтан да қазақтар айтып кеткен киелі сахана деп айтатын себеп сода. Көрдіңіз ба? Ал оны жаңағы мысалы былай қалай айтамын сізге? Профессионал мен любительдің айырмашылығы. Профессионал сен өзің терең зерттеген кезінде и белгілі сол салаға сен әрдайым ашық болған кезінде, ал бір саланы сен 100% меңгердім деп айта ала ма адам? Жоқ, әрине. Сен өлгенге дейін сен соны зерттеп кетесің. Ғұмырың жетпейді. Демек сен белгілі мөлшерде сен соған ашықсың. Мен сон 30 жыл болсын зерттеген сайын оның түбіне жетпедім. Сондықтан да біз бір затты ғана түсінігіміз жөн болады деп мен ойлаймын. Белгілі бір мөлшерде егер адам сізді жаңағы айтып отырсам алмас, мысалы жаңағы билік туралы айтып отырсыз, жаңағы аш, белгілі бір мөлшерде адам өзін жаңағы бір күйге ұстаған кезінде тура сенмен сондай заттар, қалай айтамын сізге, келеді. Қалай түсіндірсем, негізінде мен неге сенемін? Мен мысалы бай адамның тұқымы емеспін. Мен өзім оралмамын, қандаспын, қалай атасаңыз. Сіз Шыңғыс ханның ұрпағымын. Бұл бренд. Менің бұл сондай құрал болған бізде. Бұл бренд. Қалай айтамын сіздерге? Өте қиын қыстау кезеңге келген кезінде шынайы тұрда мен тура сол кезінде тіпті жаңа бір тілім аңға ақша табылмай тұрған кезеңіміз көп болды. Сондықтан да мысалы мен енді біз 4 ұл болсақ, мысалы 2 үлкен ағаларым ғана оқи алды жоғарғы, ал біз арғата жұмыс істеп кеттік, мысалы жағдай жоқ. Бүткіл ұлтта сондай болды ғой. Демек мен өзімнің тәжірибеммен бір зат келемін. Шынайы тұрда былай алып келген кезінде сен қиналдым, ғұмыр жаман, негативқа түсе беретін болсаң, сен қоршаған ортаң тура солай бола береді. Сен күйің соған тола береді. Ал егер сен керісінше қанша қиын қыстау болмаса да жоқ, мен бірдеңе дәлелдеймін. Мен адаммын, менің миым бар. Мен жайдан жай тұрған жоқпын, жайдан жай осы дүниеге келген жоқпын. Мен бірдеңені өзгертуім керекпін деген үлкен бір мақсат, арманға өзіңді бұрмаласаң, сенің күйің, ортаң өзгере беретін болады. Сондықтан да аға буын ретінде мен айтатын осы ғана. Сондықтан да біреудің бір кемшілігін қарай берудің қажеті жоқ. Сіз негізінде өзіңіздің күйіңізді реттеңіз, болап жатыр деген сөз. Көрдіңіз бе? Мысалы, социалдық сетке кіресіз де бірдеңені қарайсыз, бірдеңе деп атып жатыр. Мен үшін бұл, мен түсінбеймін оны. Қалай адам
өз еркімен өзі алтын уақытын сондай ақпараттарға жұмсайды. Иә. Өзіңіз ойлаңызшы, бізде не бар? Тек қана бір уақыт қана бар. Белгілі мөлшерде. Демек ең құнды зат инвестиция ретінде қарайтын болсақ, біздің уақытымыз. Ол үй емес, ақша емес. Тіпті сенің балаң да емес. Сіз өзіңіз жалғыз осы дүниеге келесіз, жалғыз кетесіз бұл дүниеден. Өтірік па? Шын. Бұл емес пе? Демек сол уақытыңды сен неге жұмсайсың? Негативқа жұмсайсың ба? Әлі басқаша жұмсайсың ба? Жақсы сана сезімге жұмсайсың ба? Әлі кімге жұмсайсың, неге жұмсайсың? Сондықтан да мысалы мен сен үшін келіп отырмын бұл жерде уақытымды бөліп. Себебі сен өзіңнің бір белгілі бір ой, өрсің, осы бері қарайын-ау деген затың бар да. Сондықтан да мен кішкене болса да соған үлес қосу мәселесі. Демек, ертең мен жас буындар айтқан кезде, Ерболат, сен не істедің сол кезінде? Мен міне қара, мен Алмасқа интервью бердім деп айтамын да. Көріңіз. Сондықтан да енді біз қазақ енді жатып жейтін халықпыз ғой енді. Негізінде орындық бізде болмаған ғой. Жастық қойып алып жейтін халық. Жастанып. Демек біз бұл көбі былай визуалдық түрде ғана қабылдайды да бұны. Бірақ оның терең ішіндегі бір құндылығы бар. Біз неге жатып жейміз? Біз асықпайтын халықпыз ғой негізінде. Асықпаймыз, себебі біз асықпай отырып ойланамыз. Не істеймін? Ал мен тұру үшін мен не істеуім керекпін? Өтірік па? Тұру үшін не істеуім керек? Ояну үшін. Бірақ мен тұрсам, жүрсем, бірдеңе істесем, мен 4-5 затты мен бір жолата істеймін. Қырып жіберем дейсіз. Қырып жіберем. Сондықтан да егер мысалы маған біреуі қаншама ғасыр айтса қазақ жалқау десе, жарайды жалқау ақ болайық. Бірақ оның екінші жағы да бар. Демек не деген сөз мен сіздерге айтып отырмын? Позитивтік тұрда ойлану керекпіз біз. Болды. Әлемді өзгерткің келсе, ойлауыңды өзгерт дейді ғой. Және де біріншіден сен өзіңді ғана өзгертсең, сен әлемді өзгерт деген сөз. Өзіңнен баста. Дәл сол. Ол біз мынау өзгерту деген кезде бірден мынау біреуге қараймыз. Билік, саясат, алаңға шығу деген сияқты бір менің үлес қосып жатыр. Енді ол инструмент деп айту керек, ол құрал. Бірақ негізі алаңға шығудың өзі сенің өзіңді өзгерткенің деп есептейсің ғой. Дәл солай. Өйткені сен үйде жатып шыға алдың, бұл тұра алдың. Әрине, дәл солай. Сондықтан кез келген орныңнан тұру, бағана сіз күшті айттыңыз, орнынан тұру үшін не үшін деген сұраққа қою керек, және сол не үшін сұрағын қойып алғаннан кейін сен нақты барасың. Орнынан тұрып алып, енді қайда барам емес, мысалға, енді қайда барам, не істеймін емес. Сондықтан бұл жер өте күшті болды. Астын сызып қоятын жер болды. Сол. Енді мынау бүгінгі подкастымызда біз айтқанымыз осы негізгі бір 3 тақырыптың айналасында жүрдік қой. Бұл мәдениеттің ішіне біздің барлығы кіретініне байланысты айттық. Екінші, бұл жерде біз мынау орныңнан тұру және не істеу керек дегенге айттық. Және үшінші, біз ортаға байланысты айттық. Бұл орта жалпы кез келген жетістікке жетіп жатқан адамдардың, жетістікке өзінің күшімен жетіп жатқан адамдардың ортасын қарайтын болсаң, бірден белгілі болады, ол ортасына байланысты екенін. Өйткені ешкім өте бір сирек шығар, бір жалғыз өзі болып бір суырылып шығып бәйгеге кетіп қалатын. Мысалға, мынандай бір не бар ғой, спортта да бар, бәйгеде де бар. Мынау мықты адамдармен жеңіске жету үшін мықты адамдармен дайындалу керек. Спаррингке, мысалға, Канело мықты адамдар шақырады ғой, Головкинді жеңу үшін. Сол сияқты да біз өзіміз әлсіздерді ұтып кеткенге мәз болмай, мысалға біздің фильмдерімізде болады ғой, жоңғарды ұра береміз ғой біз, мына жақтан, ана жақтан, білмеймін енді. Жоңғарды фильмдерде ең көп қырған біз шығармыз. Осы, бірақ Ресейге тісіміз батпайды, Қытайға тісіміз батпайды, мысалға. Сол жақтарға біз бармаймыз да өзіміз. Мықтыларға, жарайды, біз одан да слабойлармен. Өйткені ол андай ғой, адамның эгосын тұншықтыр ғой, мен мықтымын, мынаны ұттым деген сияқты, ол жай ғана сол бір. Ұттым деген үшін ғана. Ал мықтыдан ұтылғанды мойындау қиын. Жеңіліс. Мен мықтыдан ұтылдым ғой деп.
Усейн Болт мысалы аяғына тас киіп алып жүгіреді деген сияқты, мысалы қиналу үшін ертең ташын шешіп тастаса күшті болып жүгіреді ғой, сол сияқты. Мен бұны не үшін айтқым келіп отыр, мына Ресей, жоңғар деп айттым ғой, жоңғардан бастадық қой. Қазіргі енді актуалды темалардың бірі осы жақында 1 жыл болады Ресей Украин соғысына. Біз бұны геополитика жағынан, бір саяси жағынан, халықаралық қатынастар жағынан бір айтатын сарапшы емеспіз, бірақ сізбен бұл әңгімені жалғастырғым келіп отыр, себебі сіз мына ақпараттық қауіпсіздік, ақпараттық соғыс туралы білетініңізді білем, себебі бұл ең бірінші ақпараттық қауіпсіздік, бұл тіл ғой. Өзіңіз бағана айтқан код. Иә, бұл біздің екеуміздің, үшеуміздің сөйлесетін кодымыз. Дәл сол. Иә. Осы енді қазір біздің әсіресе мен осы солтүстікте болдым ғой жылдың басында. Солтүстіктегі ағайындардың бір біздің Қазақстанның біздің Қостанайда өмір сүретін ағайындармен сөйлескен кезде әңгімелері Ресей. Өйткені олар жақын ғой. Оларда бәрібір қорқыныш бар. Біз мынау енді оңтүстікте тұрғаннан кейін бізге бір қатты бір қорқыныш емес, білінбейді. Ал солтүстіктегі адамдардың мынау күнделікті келіп жатқан хабарлары, уайымдарында бәрібір мен соны байқадым. Оларда сондай қорқыныш бар. Өйткені ертең бірінші кіріп келсе, сол жаққа кіріп келеді. Шекара бар болғаны 200-300 километр жерде тұр. Осы енді біздің енді әскерімізге байланысты, біздің халықаралық қатынастардағы саясатымызға байланысты біз енді оны айтпай-ақ қояйық. Біз қалай, мен, сіз, Диана, осы қауіпсіздікті қалай үлес қоса аламыз, не істей аламыз деген әңгімені айтып. Әрине, былай нақты қазіргі таңда келген кезінде біз енді өкінішке орай осы жерде енді рұқсат беріп кішкене негативқа түсуге. Себебі негізінде бізде жұмсақ күштің қалыптаспағандығы. Бізде бір-ақ адам болды ғой негізінде, ең беделді. Концепция тек қана сол жерде болды. Міне сол кісі қорғайды дегенде. Сол кетіп қалды. Папам айтам деген сияқты. Иә, папам айтам деген сияқты. Демек бізде жаңағы қорғайтын басқа құрал қалмады. Қазіргі таңда нақ. Сол жерде бір үлкен бір проблема қауіп тұр. Иә, мен де күнде қараймын соны. Мен де уайымдаймын. Мен де шын айтып тұрда мен соған отырамын да кәдімгі бір күйге түсемін. Бірақ құр отырмай, негізінде бізде өте асығыс үстінде біз бір зат істеуіміз керекпіз. Біз өзіміздің жұмсақ күштің пайда болуына үлкен үлес қосуымыз керекпіз. Демек ол не деген сөз? Өнер саласы болсын, медиа саласы болсын, біз көпшілікті, егер бізде жаңағы 10 миллион қазақ болса, 19 миллион өзіміздің қазақстандықтар болатын болса, сол кісілермен рухани Қазақстанның болмысынан ешқайда кетпейтіндей, басқа да бір ұлттың болмысына сіңіп кетпегендей, сол қауіпсіз. Ертең бір окопта жататындай. Дәл сол. Себебі енді Украина өзі көрсетті ғой, қару жарақсыз. Кім ойлаған, бастапқы уақыттарында. Дәл сол бастапқы уақытында. Құдай сақтасын, егер сонда болатын болса, біз кімбіз? Біз солай істей аламыз ба? Біз солай қарсы айылмен шалда шығып кетті ғой. Солай сонда ұлтпыз ба деген. Міне көрдіңіз ба? Сондықтан да дереу бастау керек осыны. Демек біз орыс тілдік медиа платформадан біз қашуымыз керекпіз. Себебі сол олайтын не? Сол медиа пространство. Пропаганда. Ал бізде өзімізде жоқ ол. Біз бірдеңе тыңдағымыз десе, ол жоқ. Көрдіңіз бе, 30 жыл бойы соны билеген сол белгілі бір режим. Сондықтан да менің ойымша қазір медиа, өнер саласы, креатив саласы, мен енді соғыстың маманы емеспін. Иә, сол айтып жатқанымда сол ғой, өзіміз не істей аламыз. Нағыз енді жолы дейсіз ғой, иә, қазақ тілді бағытқа барлығын көшу. Бәріміз көшу. Барлығымыз сол бір ұлттың мүддесін қорғай алатындай ішкі сана сезімді ояту мәселесі. Тек қана күшті айттың ғой, бір окопта жату үшін. Бізде мысалы қазір бір ел тұрмақ, бір партияда да мысалы партияластардың пікірі әртүрлі ғой осы мәселеде. Иә, осы алдында Ақжол партиясында Азамат Әбілдаев деген бір азамат, иә, өзінің көзқарасын білдірді. Кәдімгі Путинді қолдайтынын айтқан болатын. Шынымен бір окопта жүрген адамдар ғой, негізі бір окопта жүрген адамдар ғой өздері, бір Ақжолдың окопында жатқан адамдар. Демек не деген сөз?
бұл Қытайдан шыққан өте ескі соғыс жүйесі. Разделяй властвуй. Бір ұлтты бөліп сол көрдіңіз. Биле. Иә, бөліп алда билей бер деген бөлінгенді бөр жет деген міне осы. Біз бірігуіміз керек. Мынау негізі бірігуге байланысты бізде көптеген бағдарламалар бөлінді ғой, миллиардтаған бюджетмен. Рухани жаңғыру деген сияқты. Мысалы, негізі рухани жаңғыруды мен өзім оқып шыққан адаммын. Қағаз күйінде өте керемет мықты бағдарлама. Орындалуға келген кезде өкінішке орай емес, енді алдада бүйтіп шайып жіберді дейді ғой қазіргі заманда айтқан кезде. Сол сияқты. Және бізде қазір өкінішке орай бір бағдарлама шықса да бір сенбейтін болдық қой. Ой, қойшы. Ана 2030, 2050 деген сияқты бір қалама деген сияқты бір. Сондықтан мынау бірігуге байланысты, бір окопта жатуға байланысты енді Құдай сақтасын бәрібір. Бірақ бәрібір сақтағанды сақтайды дейді ғой. Сақтағанды сақтайды дейді ғой. Жата бермейсің ғой сен. Олар тиіспейді бізге, Ердоған келіп құтқарады деген. Мысалы, бір осындай да бір әңгімелер бар да, бізге тиіспейді, Ердоған келіп құтқарады деп. Сөзің аузында тура сол сияқты. Мысалы, егер тек қана біз өзіміздің ішкі ғана мүддемен емес, сыртқа қосылу мәселесін ойластыруымыз керекпіз. Концепция өте күшті негізінде түріктердің басын қосылуы тұран ретінде. Бұл негізгі біздің келешек стратегиямыз болу керек. Әрине өте көп басқа да мемлекеттер, мысалы Россия, Қытай болсын, Америка мүмкін болсын, олары қарсы шығуы мүмкін. Бірақ демек келешек ұрпақты ойлайтын болсақ, біз негізінде сол коалицияны құра алуымыз керекпіз. Тек қана сол кезде, мысалы 20 миллион халық емес, ол жерде 200 миллион халықтан саны құралатын үлкен бір одақ дейсіз. Одақ. Көрдіңіз бе, біз негізінде болмысымыз, туғанымыз, ұғынымыз бір. Сондықтан да біздің тілімізді кім қорғай алады? Біздің болмысымызды кім қорғай алады? Сол түріктер ғана қорғай алады. Демек, ішкі түріктердің басын қосатын үлкен бір политикалық жүйе қалыптасу керек. Бізде негізі былтырдан бері бұл жұмыс жүріп жатыр, бірақ мәдени, экономикалық тұрғыдан әскери емес. Әскериге әзірге енді сила воля жетпей оған бір батылдық керек сияқты ғой жариялау үшін. Сондықтан жалпы бүгін біраз әңгіменің басын шалдық. Күшті болды негізі. Маған ұнады. Рахмет сізге Ерболат. Ең басты неңіз уақытыңызды бөліп келдіңіз ғой, басты байлығыңыз уақытыңызды бөліп келдіңіз ғой. Бірақ ол да жай емес қой, айтып кетті ғой, ертең менің балаларым кімге қарап өседі. Бизнесмен ғой, Ерболат аға бизнесмен. Мен бір зат істегім келді. Әр адам, әр азамат өзінің ісіне сай маман болса екен, терең зерттесе екен соны. Арғада сол тек қана өзі үшін емес, ел үшін еңбектенсе, сол кезде бізде мемлекетіміздің іргесі тола бастайтын болады. Мамандармен тола бастайтын. Бізге сол маманның бір затты терең зерттей алатын мамандарын жетіспеушілік. Эксперттер, дәл сол. Сондықтан да бізге мен соны қалаймын. Және де Қазақстан, қазақ елі, біз ерекше ұлттың ішіндегі бір ерекше ұлтымыз. Біз қаншалықты, қалай айтам, бір сөзбен түсіндіруге тырысайын, бізде енді Монғолияда келген кезде біз айтады, бірінші елің кім деп сұрайды. Бізде руың деп сұрамайды. Елің кім дейді, мысалы мен елім Керей дейді. Ары қарата сен руың кім? Қай жүзсің, қай жет атаңды, сүйегің кім деп сұрайды. Демек ол не деген сөз? Негізіндегі демократиялық концепция біздің сол ата заманнан бастап негізінде сіңіп кеткен. Демек Керей, Найман, үйсін барлығы бір ел болған. Демек сол елдердің бірге бір штат деп айтамыз ғой, қосыла алуы. Сол ата заманында қосыла алуы. Демек, егер біз өзіміздің болмысымызды терең зерттесек, концепция ішінде жатыр. Өлмейтін концепция жатыр. Идеология қалыптастыру. Идеология барлығы жатыр. Біз тек қана сырттан іздемей, сол іштен іздеген мен қалаймын. Бақытты болыңдар. Ерболат аға, сізге үлкен рахмет. Енді Алмастың атынан, өзімнің атымнан, және негізі енді сіздің әлі қауқарыңыз, күшіңіз, ғұмырыңыз бір 30-20 жылдай жетеді ғой, бір қоғамды белгілі бір деңгейде өзгертуге. Және енді креативті индустрия деп жатырмыз, креативті экономика деп жатырмыз. Негізі бәрібір, мысалға сіздің бір топ жасағаныңыз бір бөлек қой, бір топты өз деңгейіне жеткізгеніңіз бір басқа. Ал егер мүмкін, егер болашақта билік басында Ерболат ағамыз сияқты жандар болса, онда сіздің әсеріңіз, ықпалыңыз бір топтан бөлек бір ұлтқа жететіндей сіздің өзіңіз жалпы ой бағана сайлау деп айтып тұрмыз ғой, әңгіменің басында. Жоқ, мен сайлауға түсесіз ба деп айтпаймын. Жоқ, шақыртулар болды ма осы уақытқа дейін? Негізі.
енді ресми шақыртулар енді жоқ, бірақ белгілі бір адамдар арқылы. бір ұсыныс жасаған. Мен ашық айта алмаймын, демек сондай бір әңгімелер болды. Бірақ менің өзімнің қалауым политикаға барғым келмейді. Жақсы. Енді білмеймін, сіздің енді қазақ идеологиясына осы жастарға, әсіресе жастарға қаншама жастар ұйымдары, қаншама волонтерлар мемлекеттің бюджетіне жасап жүрген жұмысты өзіңіз жасадыңыз. Мен оны көзбен көрген адаммын, бетіңізге мақтаған болмайын. Бірақ ол үшін ұлтқа қызмет ету, енді ұлтқа қызмет етіп жүрсіз ғой. Алдағы осы жобаларыңыз осы ұлтқа қызмет етуге байланысты қандай болады? Өте күшті сұрақ. Осы сұрақпен тәмамдайық. Менің арманым политик болу емес, чиновник болу емес. Мен өзім бір академия құрсам ба деймін. Сол ең бір үлкен арманым осы. Себебі сол жаңағы 35 жыл бойы сол білген тәжірибемді сол жастармен бөліскім келеді, үйреткім келеді, соларға терең үйреткім келеді. Демек сол мен бір үлкен бір оқу орын жылына 1000-5000 адам тәрбиелеп шығатындай маманды. Сонда бір үлкен бір орын жасағым келеді. Бұйыртса соған жетемін, әлі енді бұйыртса егер ғұмырым болса, басқа арманым осы. Енді мен бір политик болып, депутат болып, әлде біреу болмақ қойын, мен бір сол ұстаз болғым келеді жастарға. Керемет. Жақсы, сәттілік. Рахмет. Бүгінге осы. Аман болайық. Рахмет.